2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Осыған байланысты республика көлемінде еңбек күні ерекше маңызға ие болып, кең ауқымда аталып өтуде. Бүгінгі салтанатты шара барысында еңбек жолы және парыз конкурстарының жеңімпаздарын, сонымен қатар жұмысшы мамандықтар саласындағы үздіктерді марапаттай отырып, олардың ерен еңбегі ұрпаққа үлгі боларлық жолдарына алғыс білдіреміз. Еңбек жолы байқауының басты мақсаты нәтижелі еңбекті ынталандыру, жұмысшы мамандықтардың беделін арттыру және еңбек әлеуеттерінің дәстүрін дамыту. Марқакөл ауданынан келіп отырмын. ИП ашылып, дүкен, шаруашылық, қожалығы ашып, жұмыс істеп жатқанымызда 10 жылдың саласы болды. Сондықтан енді осындай парыз номинациясына қатысып, біз осындай жүлде болып жатқанымызға көптен көп рахмет. Осындай сіздер біздің еңбегімізді елеп ескеріп, осындай біздіге қуанышты күндер сыйлап, осындай керемет концерт ұйымдастырған осы облыс басшысына, аудан басшылықтарына көптен көп рахмет айтамыз. Енді жастар осындай еңбектерінің жемісін көріп, тек қана осындай жұмыстарды ары қарата атқарып, әлі де бізді осындай енді Марқакөл ауданымызды ары қарата көркейтіп, өз үлесімізді қосып, тек қана алға сіздерге көптен көп рахмет айтамыз.